Жетісу өңірі аграрлы аймақ болса да өндіріске ден қойып, өсірген өнімін өңдеуге бет бұруда. Осы бағыттағы негізгі жобалардың бірі Жаркенттегі крахмал сірне зауыты. Соңғы 2 жылда кәсіпорынға 6,5 миллиард теңге инвестиция тартылса, 2025 жылы қосымша 373 миллион теңге көлемінде инвестициялық субсидия берілген. Қаржылай қолдаудың нәтижесінде өндіріс ауқымы кеңейіп, жаңа жобалар іске асырылуда. Зауыт алдағы жылдары өндіріс көлемін 40%-ға арттырып, экспорттық нарықты 20%-ға ұлғайтуды жоспарлап отыр. Кәсіпорын шикізат базасын нығайту мақсатында ауыл шаруашылығы құрылымдарымен тығыз байланыс орнатқан. Қазір серіктестік желісі 5 мыңнан астам шаруашылықты қамтып, аграрлық секторда 50 мыңнан астам жұмыс орнын құруға ықпал етіп отыр. Биыл зауытта тәулігіне 120 тонна сірне өндіретін жаңа желі іске қосылды. С 2015 года завод постоянно модернизируется. Кәсіпорын 2015 жылдан бері жаңғырту жұмыстарын жүйелі түрде жүргізіп келеді. Соңғы жылдары бірқатар ірі инвестициялық жобалар іске асырылды. Атап айтқанда, сыйымдылығы 20 мың тонна болатын 4 астық сақтау силосы салынды. Сондай-ақ крахмал цехына арналған заманауи сепараторлар орнатылды. Өндіріс орнында бүгінде 550-ден астам білікті маман еңбек етеді. Кәсіпорын алдағы уақытта өндірістік процесстерді 90%-ға дейін автоматтандыруды жоспарлап отыр. Бұл еңбек өнімділігін арттырып, өнім сапасын тұрақты бақылауға мүмкіндік береді. Бізде крахмал және сірне лаборатория 2 зертханасы бар ғой, ол жерде жүгерінің келгеннен бастап дайын өнімге дейін шығарамыз. Бұл жерде көбінесе автоматты түрде жасалады анализдер. Зауыттың мақсаты тұтынушыларға сапалы өнім дайындау болды. Қазіргі таңда дайын өнімнің 60% ішкі нарыққа жеткізіледі. Қалған 40% Ресей, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркия және Ауғанстан елдеріне экспортталады. Зауыт өнімдері тамақ, кондитерлік, тоқыма, қағаз және құрылыс материалдары өндірісінде кеңінен қолданылады. Айта кетейік, кәсіпорын жыл сайын шамамен 800 миллион теңге салық төлеп, өңір экономикасының дамуына елеулі үлес қосып отыр. Нұрай Базархан, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы.